жақсы болса сабағыңыз да жақсы болады. Мақтау мен саған барлық жақсылық тілеймін. Жақсы сөзіңді айтып алайын. Gitar koy. Jadi kapan deh? Kalau kalau untuk absen juga kalau tidak waktu sekarang ya aku kan hidup nama hidup kita sudah. Jadi, kenapa kamu? Ona diye korkma, ustaydı. Ne? Yolluyormuş. Ona da yolluyor. Оларда қорқыттан болу себебі тіршілік ету үшін сол қорқыттардан өмір сүру үшін алынған. Я олар қорғау үшін, азайып бара жатқан дейсіз. Түгіл жоғалтпау үшін, иә? Тағы, екінші сұраққа мына тоқтап кім жауап береді? Сирек кездесетін жануарлар құрып бара жатқан өсімдік түрлері туралы не білесіңдер? Қандай сирек кездесетін өсімдіктер түрлерін білесіңдер? Білетін болсаңдар айтыңдар. Қандай? Жануарларды не білесіңдер? Тағы кім біледі? Жануарлар асlan, қоян, аю, сосын барыс. Жарайсың, малы. Олардың жергенде жауап беруі әбден мүмкін. Ондай үрдіс бұрында ылғи енгізілген. Мысалы, құндыз, қызыл түлеп, дүрбідің пайдаласып отырады. Оған жаңа түрлері енгізіліп, ал бұрын енгізілгендері бірден екіншісіне ауысуы мүмкін. Мысалы, сарыдан қызылға ауысатындар саны жылдан төмендеді. Немесе керісінше, қалпына келтіруге мүмкіндік болғандар. Жасылға ауысатындар саны артты. Халықаралық қызыл кітаптың соңғы нұсқасына сүтқоректілердің 305 түрімен туындаса. Бұл мысыр қызықтар. Астары қалмырақ. Қызыл кітаптың өзі қызыл кітап, қысқы жұқа астары қалмырақ деп қазіргі заманда қызыл кітап туралы бөлімі бар. Мен оны қосымша беретін боламын. Жасына олай болса бірінші тапсырмадағы мәтінді оқиық, мәтінмен танысайық, сол мәтінде берген тапсырмаларды ойлайтын боламыз. Өзіме тұрды бірінші августта. Қазақстанның қызыл кітабының әрі танымдық, әрі тәрбиелік маңызы. Ол жастарды табиғат аялай білуге, оның қамқоршысы болуға тәрбиелейді. Жақсы, екіншісі абзал ой. Қазақстанның қызыл кітабы Қазақстан Республикасы аумағында жойылып кету қауіпті төнген және сирек кездесетін жануарлар мен өсімдіктердің сипаттамасы берілген арнайы басылым кітап 1978 жылдан бастап шығарыла бастады. Жақсы. Бірінші категория. Бірінші категория жойылып бара жатқан, екінші категория салған, жылдан жылға көп азайып бара жатқан, үшінші категория сирек кездесетін, төртінші категорияның ғылыми тұрғындардың толық зерттелмеген, бесінші категория қалмай келтірілген түрлер деп берілген. Жақсы, свежий жаңалықтар ғой, солға жазды. Қазақстанның қызыл кітабының үшінші басылымында оның бала жануарлар түрінен қандай отрядтан қандай тұқымдасқа жататын және әрбір жеке түрге қысқаша қазақша ағылшынша деректер берілген сонымен бірге әрбір
жеңілсі